Осының барлығын осылай кесіп аламыз. Сосын қызып тұрған табада екі жағын қуырамыз. Егер сізде грильница болса, соған екі жағын қыздырып алсаңыз болады. Келесі болгарский перецімізді осылай кішкене үрлеп етіп, үшбұрыштылып турап алып, тоже қызып тұрған табада екі жағын қызартып аламыз. Мінекей, ендігі кезекте жуамыз. Жуамызды да осылай ірі етіп, үшбұрышты етіп кесіп, оны да қызартып аламыз. Кейін жуамызды осылай салатымыздың үстіне саламыз барлығын. Кейін алып, осылай жұқалап турап, табамызға қызып тұрған табамызға салып қуырамыз. Кейін үстіне соевый соус қоямыз. Қалауыңызша приправаларды саласыз. Барлығын салып шыққаннан кейін кішкене үстіне су құйып, чеснок салып, араластырып, пісіріп аламыз еттің дайын болғанша. Біздің соусымыз осы еттің соусы болады, сондықтан суды молырақ құйыңыз. Кейін осылай салатын лейс немесе пекинский капустаны қолдансаңыз болады. Осылайша бар жоғы құрамдары жеңіл. Ең соңында осы етіміз бен соусымызды құйып, араластырып аламыз. Мінекей, осылайша біздің дәмі деген супер болып шығады. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Сізге ас болсын, рахмет.